Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қаза-ғұрыптары, сіз білмейтін қазаға қатысты салт-дәстүрлер мен әдептер туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Арыздасу бұл өмірден өтіп бара жатқан адам соңғы сағатында туған туыстарымен, бала-шағасымен соңғы рет тілдесіп, олармен қоштасады. Қатесі болса кешіруді сұрайды. Өсиетін, арманын айтады. Бүкіл ел жұртымен, туған елімен қоштасады. Арыздасу тірі адамның соңғы тілдесуі, ақырғы сөзі. Мұны өлім сәті таянғанын сезген әр адам есі тілі барында айтып қалуға тырысады. Мұндайда ауру жанында отырған адамдар бақұл бол, қияметте жүздесейік деп көзіне жас алады. Кей жерлерде мұны бақұлдасу деп айтады. Өсиет жазбаша түрде немесе ауызша айтылып қалдырылған ақыл кеңес, талап тілек. Өсиетті көсем ел жұртына, ұстаз шәкіртіне, әке баласына қалдырады. Мұрагерлер өсиетті бұлжытпай орындауға тырысқан. Қазақтың әдеттік құқы бойынша әке мұрасына иелік ететіндер марқұмның балалары, әйелі, аға-інілері, жақын туыстары, қала берді аталас ағайындары болған. Қазақ арасында әдеттік құқықтың күшті болуы салдарынан меншігіндегі мал-мүлкін өсиет бойынша басқа бөтен адамға қалдыруға қақысы болмаған. Тіпті өлер алдында тікелей мұрагері болмағандықтан мал-мүлкін түгелдей бөтен рудың біреуіне қалдырып, өсиет еткеннің өзінде марқұмның руластары бұл мәселені билер алдына қойған. Ал билер екі тарапты да риза етіп әділ шешім шығарған. Кейбір жағдайда қимас досына мұра есебінде бергісі келген малын, затын өз мұрагерлеріне тапсырып кетуге ерікті болған. Мұндай өсиетті кезінде жақсылығы өткен сыйлас досына тіршілігінде қаруын қайтара алмай, дүниеден өтетін адамдар ол дүниеде қарыздар болмау үшін де жасайтын. Бұл өсиет мүлтіксіз орындалған. Өсиет дүние салар алдында айтылатын ең соңғы тілек, аманат. Өсиет жөнінде Құранда жазылған. Басқа да жарлық беру актілеріне байланысты шарттардың бұған да қатысы бар. Яғни, соңына мұра қалдырушының өзі бас тартқалы отырған мұраға иелік етіп, билік жүргізуге құқығы болуға тиіс. Өсиетке мүлікті барлық түрі, қатынас қағаздары, іс атқару тапсырмалары, туған туысқандарға айтылатын өтініш тілектер, қысқасы, ақтық сөзін айту ұғымына кіретін басқа да көптеген мәселелер жатқызылады. Өсиет бойынша бүкіл мүлікті қоса есептегенде соның 1/3-іне дейінгісінен бас тартуға болады. Ал мирасқорлар бөлісуге тиіс мұраның 2/3 бөлігінен кімге қанша тиесілі екені көрсетіледі. Бұл орайла мұра қалдырушы мирасқорларға нұқсан келмеуін ойластырады. Өсиет бойынша мүлік алу құқығынан айырылған адам ендігі жерде мұрагерліктен үміткер бола алмайды. Оқиға осылай өрбіген жағдайда өсиет пен мұраға қалдырылған бұйымды басқа да мұрагерлердің келісімімен ғана алуға болады. Өсиет ауызша және жазбаша түрде жасалады. Бұл орайда іс басында екі куәгердің болғаны жөн. Өсиет мұра қалдырушының тірі кезінде жасалуы мүмкін, және ол бұл жөндегі өзінің шешімін өзгертуге немесе одан мүлдем бас тартуға құқылы. Егер өсиет дұрыс түзілмесе, немесе оның түзілуіне мирасқорлар риза болмаса, олар бұл ойларын қазының алдында білдіреді. Ал олар қағиданың бұзылуын түзеу қажет пе, жоқ та, әлде өсиетті тоқтатыл мұрагер бас артқан мүлікті мұралыққа қалдырылған дүниеге қосу-қоспау керектігін шешуге тиіс. Қазіргі кезде өсиетті күні бұрын хат арқылы жасау кең етек алған. Мұндайда шариғатқа жүгіну сол бұрынғыдай басым күйінде қалып отыр. Алайда өсиетті хатқа түсіру тәртібі, оның шарты, оған ілігетін адамдар, тағы басқа мәселелер жергілікті жердің әдет ғұрпына байланысты түрленіп отырады. Демек, мұсылман қауымында бұл бағыттағы алшақтық әжептәуір болуы мүмкін. Науқасталып жан тәсілім алдында жатқан адам өз иманын өз айтып, тілін кәлимаға келтіреді. Егер ол өз айтуға шамасы келмесе, күзетте отырған адам иман айтуға міндетті. Дәстүрімізде ауыр науқасты күзететін ғұрып бар.
Күзету деп беті бері қарамайтын науқастың жанында жанашыр адамы, туысы, молда отырып, оның ақырғы сәтін күтуді айтады. Ауру өте әлсіреген кезде молда дем салып отырады. Мұндай жағдайда науқас жақындарымен арыздасып кешуді сұрап, өсиетін айтады. Иманын өзі айтып, кәлимға тілін келтіруге шамасы келмей көз жұмған адамға да кемшілік бар. Бұрын иманын айталмай немесе айтылмай өлгендерді халық арам өліпті немесе имансыз өліпті деген. Адамның жан тәсілім етер шағын соңғы демін ант мезгіл деп атайды. Қазекең әрдайым ұлық үрдісті дәріптеп, әрқайсысын өз орнымен орынды пайдалана білген. Кез келген нәрсенің байыбына барып, шешендігімен ерекшеленіп отырған. Халқымызда ертеден бүгінге жеткен салт дәстүрлердің түрі өте көп. Қуаныштысы өз алдына қайғылы оқиғалардың да өзіндік жоралғысы болған. Соның бірі естірту деп аталады. Ол қазаға ұшыраған адамның қайғылы хабарын оның жақын туыстарына хабарлау рәсімі. Ежелде қазақ ауыр қайғы оқиғаны жанашырларына тік айтпай тұспалдап жеткізіп отырған. Бүгінгі күннің өзінде біреудің туысы өмірден өтсе, немесе жақыны қайғылы оқиғаға душар болса, ең әуелі айналасындағы көрші көлемге хабар береді. Ауыл ақсақалдары бас қосып, сол үйге барып, әңгімені алыстан орақтып, астарлап отырып айтады. Бұл дәстүрге қазақ берген мысалда жетерлік. Қатын өлді, қамшы сынды деп Қарашаш сұлудың қазасын жиреншеге естірту, бертін келе естіртудің үздік үлгісі ретінде үмбетей жыраудың «Ей, Абылай, Абылай, Абылай ханым! Бұл қалайдан сескеніп, сөзімді қойма тыңдамай деп басталатын атақты Бөгенбай қазасын Абылай ханға естірту жырын айтуға болады. Оған қоса қазбасты шешеннің Байшуақ өлгенде баласы Байғараға, алыстан арыстан құласа, жан беруші бар ма екен? Аққан дария құрыса, су беруші бар ма екен деп сұраулай естіртуде өзіндік асқан шешендікпен жеткізудің белгісі. Сонымен қатар Абыл Тілеуұлы ақынның Сүйім Қараның қазасын өлеңді толғау арқылы естіртуі де шеберлікпен өлеңмен жеткізілген. Мұнан бөлек бабаларымыз Келдібек Жандосұлы Шоқан өлімін Шыңғысқа ұлы өлмеген руда жоқ, қызы өлмеген пенде жоқ. Аққу ұшып көлге етті, дуада ұшып шөлге етті. Құдай бізге бір гауһар тас беріп еді, оны иесі өз әкетті. Шоқан деген балаңыз бәріміз баратын жерге кетті дейтін тамаша үлгімен айтқан. Адам өлімі ауыр жағдай әрине. Тумақ болған соң, өлмек парыз демекші, оны естіртудің өзі қазақ үшін ерекше салмақ. Оны кез келген адам жеңіл-желпі жеткізуге болмайтықтан, марқұмның жақындарына ауыр тимес үшін арнайылап өзгеше естіртеді. Жоғарыда сөз еткендей, оның өзін аузы дуалы, елге сыйлы жасы үлкен адамдар айтады. Үйге кірісімен өздерін салмақты ұстап, дауысын жай шығарып, амандық сұрасқаннан соң сөз басын бекем болыңыз деп бастап, болған мән-жайды баяндап береді. Кей кездері ауыр жағдай орын алғаннан кейін шыдамсыздық танытып, ауылды басына көтеріп, шу шығаратындар табылады. Бірақ қазақ түсінігінде ауылға қарай шабуға рұқсат жоқ. Өйткені бұл жаман ырым болып саналады. Шын мәнісінде қаза туралы суық сөзді жеткізетін қара жаушы ғана шауып келеді. Байырғы шапқыншылық жиі болып тұратын кезеңде ер адам шайқаста қаза тапса, сарбаздар тобы ой бауырымдап шауып келіп, марқұмның киіз үйінің босағасын найзамен түйреп, қылышпен шапқан. Ата-бабалар бұрындары қайғылы хабарды саз аспаптармен де естірткен. Жошы баласы аңға шығып, ұзақ уақыт қайтпаған соң Жошы ханның көңілі күпті болып, бір жаман жағдайдың болғанын іші сезе бастайды. Осыдан соң хан кімде-кім ұлымның қаза болғаны туралы қаралы хабарды жеткізсе, соның тамағына балқытылған қорғасын құямын деп жария етеді. Мұны естіген жұртшылық арасында ханның ұлын құлан тұяғымен теуіп өлтіргенін хабарлауға ешкімнің дәті жетпейді. Біршама уақыттан соң сарайға бір домбырашы келіп жағдайды ханға ақсақ құлан күйімен жеткізеді. Соңына дейін тыңдаған жошы барлығын түсініп, ашуға булығып, ұлым қаза тапқан екен деп күңіренеді. Өз айтқандай адам баласының тамағына қорғасын құя алмаған хан, мұны жеткізген домбыраға қорғасын құяды. Байқасаңыз, мұның өзі қазақтың аса көрегенділікпен шешім қабылдағаны. Естіртудің ебін тауып, қиын жағдайдан шығудың жолын білгені. Осыдан соң ақсақ құлан күйі елге тарап, естіген жұрт ауыр жағдайдың болғанын сезіп отырған. Әйтсе де бертін келе бұл өткеннің еншісінде қалып, тарихтың тың беттеріне жазылды.
Осы сында бұрынғы уақытта қазаны ыммен жеткізіп аспап қолданғаны туралы мынадай бір дерек еске түсіп отыр. Бұл Шоқан Уәлиханның өліміне қатысты. Ол қазақтың байырғы музыка аспаптарын жинап зерттеуші Болат Сарыбайдың айтуымен бүгінгі күнге жеткен. Бірде Шоқан қайын жұрты Тезек төренің ауылында ауыр науқастан жастай қайтыс болады. Сонда Шоқанның қазасын әкесі Шыңғысқа естірту үшін сұлтанның үйіне 2 адам барады екен. Оның біреуі сыбызғышы, екіншісі қобызшы еді. Сонда Шыңғыс сұлтан: өзімнің де көңіл көтергім келіп отыр, қане, тартшы деп сыбызшыға қаяды. Сондағы сыбызғыдан шыққан алғашқы дыбыстың өзінен қайғының лебі есе бастайды. Сұлтанның өңі бұзылып тоқтатады да қобызшыға кезек береді. Қобыздың солқылдап жылағандай зарлы үнін естіген Шыңғыс болған жағдайды түсініп, Шоқаным кеткен екен ғой деп үнсіз қалған. Мұндай аспаппен жеткізілген естіртулер туралы тарихта көптеген дереккөздер бар. Бізге белгілісі бірнешеуі ғана. Өз уақытында қазаны қалай айтарын білмеген ауыл адамдары көбінесе ақындарға қолқа салса керек. Сондай уақытта олар түрлі өлең жолдарымен сипаттама беріп, марқұмның бақилық болғанын жеткізген. Соның өзінде данышпан халық барлығын бірден түсініп, көзіне жас алып, соңына дейін тыңдап, жеткізген ақынға ризашылығын білдіріп, арқасынан қаққан екен. Қазақ халқының басқаның басына түскен ауыртпалығын бөлісіп, демеу көрсететін үлкен адамгершілік қасиеті ерекше. Қайғы қонған шаңырақ иелерін аяп, болған суық жағдайда туыстарына тұспалдап жеткізу жалғасын тауып келеді. Бірақ қазір кейбір ауылдық жерлерде болмаса, қазаны әдейілеп естірту дәстүрі қалып барады. Тіпті алыс жерде тұратын туыстарға қаза туралы қалта телефон арқылы хабарлама жіберіп, немесе қоңырау шалып айту әдетке айналды. Астарлап өзіндік жоралғысымен білдіру былай тұрсын асығыстық танытып, бір ауыз сөзбен хабарлай салатындар да арамызда жүр. Шын мәнісінде мұның үлкен қателік, адамға ауыр тиетінін естен шығармау қажет. Аталған дәстүрді ұмытпай, қайта дамытып, заманға лайықтап жаңғыртсақ, нұрын үстіне нұр болар еді. Көңіл айту, жақсы сөз айту, жұбату, қайғы қасіретке душар болған жандардың қайғысына ортақ екендігін білдіріп, жақсы сөз айтып, көңілін аулау дәстүрі. Ата-баба жолының бұлжымас қағидасына айналған бұл үрдіс бойынша қайтыс болған адамның жақындарына барлық өзге таныстары көңіл айтуға міндетті саналады. Көңіл айтудың қалыптасқан үрдісі. Көңіл айтудан бұрын қаза туралы естімеген жағдайда алдымен марқұмның жақындарына естірту салты атқарылады. Естірту үшін елге сыйлы, ата-баба жолын жақсы білетін бір адамды ертіп келіп, қазаны тұспалдап жеткізеді. Естіртудің соңы тоқтам мен сабырға шақыруға және көңіл айтуға жалғасады. Адамның қайтыс болғаны туралы хабарды ести салысымен барлық туыстас, аралас-құралас адамдары көңіл айту үшін ағыла бастайды. Көңіл айтуға мүмкіндігінше жерлеуіне дейін үлгеріп, жаназаға мен топырақ салуға қатысуға тырысады. Қалыптасқан үрдіс бойынша туысқандары, көңіл жетер сыйлас ағайындарының жас балалардан басқасы түгелдей келеді. Ал алыс ағайындар мен аралас-құралас адамның қазасына көңіл айту үшін көбінесе ер адамдар мен бірен-саран әйелдер барады. Алыстан келіп үлгермеген кісілер марқұмның 7-сі мен 40-на дейін, тіпті болмағанда жылына дейін көңіл айтуы жөн деп саналады. Көңіл айту рәсімдері. Көңіл айту кезінде бір-бірімен тығыз байланысты болып келетін бірнеше рәсімдер орындалады. Олар дауыс шығару, көрісу, көріс айту, жұбату, тоқтам айту. Дауыс шығару, дауыс салу, жылау. Көңіл айтуға мүмкіндігінше топтасып немесе жекелей де келеді. Жақындағанда ат көлігін кермеге, атағашқа, мамағашқа қалдырып дауыс шығарып келеді. Көңіл айта келген топтың сөз қоспай, зарлы әуен шығаруын қара дауыс деп атайды. Ал мұндай кезде қалыптасқан сөз орындарын қайталай айтып жылау үрдісін дауыс шығару деп атайды. Дауыс шығарғанда бауырым, ай бауырым, көкем-ау, атам-ау немесе апам-ау деп дауыстап жылау кең таралған. Ертеде көңіл айтуға келе жатқан мұндай адамдар қаралы ауылға аттың жалын құша ой, бауырымдап шауып келетін болған. Бет көрісу және көріс айту. Көңіл айту үшін келгендердің барлығы алдымен үй маңында қатарласып, дауыс шығара жылап тұрған марқұмның ет жақын ер адамдармен құшақтасып көріседі. Осыдан кейін үйге кіріп, жоқтау айтып отырған әйелдер мен әулет аналары, келіндер мен қыздары көрісіп шығады.
Көңіл айты келген адамдар арасындағылардың да жоқтау айтуын көріс айту деп атайды. Үй ішіндегі әйелдермен көрісу үшін көңіл айтуға келген ер адамдардың барлығының кіруі міндетті деп саналмайды. Жұбату. Жылағандар мен жоқтау айтушыларға жасымен жолы үлкендердің бірі бастап салиқалы сөзбен жұбату айтады. Оның жанындағы адамдар қолдап толықтырып отырады. Олар еңсесін түсірмеуге, сабырға келуге шақырады. Мұндай жұбату сөздерін көңіл айтушылар кетіп бара жатқан кезде қайталап айтуы да мүмкін. Тоқтам айту. Ұзақ жасай алмай қапыда кеткен жас адамның өліміне қатты қайғырып, ас су ішпей, көптің сөзін тыңдамай езілген ата-анасы мен бауырларына немесе әйеліне арнайы тоқтам айтылады. Бұл да негізінен жұбату сарындас болғанымен кейіс білдіру немесе зеку сияқты жайттар ұшырасады. Жаратушының қалауына қарсы келуге болмайтындығын айтып, бұлайша тым күйзелудің дұрыс еместігін дәйектеп түсіндіреді. Көңіл айту. Жылаған және жоқтау айтушы адамдар сабырға келісімен көңіл айтушылар бір-бірлеп келіп қуалысып, қауышып көңіл айтады. Қазақы ортада көңіл айтуда қалыптасқан арнайы сөз орамдары бар. Мәселен, қаза қайырлы болсын, қазаның қайырын берсін, өткен кісінің алдынан жарылғасын, иманы жолдас болсын, және тағы басқа. Көңіл айту нұсқалары. Көңіл айтуда қайтыс болған адамның жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылатын көңіл айтудың нұсқалары: сәбиге қатысты шапағатшы болсын, ерте қаза болғандарға қалған өмірін сіздерге берсін, қалған өмірін балаларына берсін, көрмеген қызығын сіздер көріңіздер, және тағы басқа. Жасы келген, ұзақ жасаған адамға иман байлығын берсін, немесе жасын берсін деген сөздер жиі айтылады. Жерленгеннен кейін топырағы торқа болсын, жатқан жері жайлы болсын деген сияқты қалыптасқан сөз орамдары да айтылады. Осылайша көңілдегі жақсы сөздерін айтып, қайғысына ортақ екендігін жеткізеді. Қазақы ортада көңіл айтуды өлең түрімен жеткізуде ұшырасады. Көңіл айтудың соңы әдетте есен саулық, жақсылық тілеумен аяқталады. Көңіл айту салты орындалған соң жақын ағайындары атқарылатын жұмыстарға бел шеше кірісіп кетеді. Көңіл айтушылар көмек ретінде мал, азық-түлік және басқа да керек жарақтарды ала келетін болған. Ол аза малы деп аталады. Ал көңіл айтуға кейінірек келушілер әкелген мал мен ас тағамды бата оқыр рәсіміне арналған деп санайды. Ел ағалар мен көпке даңқы жайылған жандардың қайғысына көңіл айту ерекшелігі. Ел ағалар мен көпке даңқы жайылған жандардың қайғысына көңіл айтудың қалыптасқан өзіне тән ерекшеліктер бар. Кейде ол естірту жосынмен қатар жүріледі. Әуелі тұспалдап, бейнеліп жеткізген соң қайғысына басу айтып сабырға шақырады. Көшпелі ортада жырмен, тапқырлықпен немесе шешендікпен айтылған көңіл айту кең таралып, ұрпақаралық байланыста елеулі бір рөл атқарған. Яғни онда тарихи тұлғалардың орны, атқарған міндеті, халықтың оған берген бағасы арқау болады. Көңіл айту озық үлгілеріне Бөгенбай батырдың қазасын Абылай ханға естіртіп көңіл айтқан Үмбетей жыраудың жыры, Тезек төренің баласының қазасына Сүйінбай ақынның көңіл айтуы, тіптен күні кеше ғана Кенен ақынның екі ұлының қазасына қырғыз ақыны Оспанқұлдың арнайы келіп жырмен көңіл айтуы мысал бола алады. Қазақта көңіл айту бұлжымас салт, кейінге қалдыруға болмайтын, сылтау айтудың реті келмейтін бұлжымас салттардың бірі. Сондықтан кешірімді себепсіз жол жүруге мүмкіндіктің болмауы, хабар жетпей қалуы, денсаулықтың нашарлығы, түрлі қасіреттерге тап болуы көңіл айтпаған адамға қатты ренжитін болған. Қазақта кездейсоқ кездестіріп қалып көңіл айту ұят саналады. Сондықтан міндетті түрде арнайы барып көңіл айтуға тырысады. Түрлі себептермен уақытында үлгермеген адамның көңіл айту үшін біршама уақыт өткеннен кейін келуін бет көрісу деп атайды. Бет көрісуге марқұмның жылын бергенге дейін барған дұрыс деп саналады. Өте алыс туыстар, аса жақындығы жоқ таныс-біліс адамдар марқұмның ет жақын туыстарын алғаш көрген кезде көңіл айта береді. Мұндайда тек қалыптасқан сөз орамдары ғана айтылады. Жоқтау немесе элегия, дауыс қылу деп те аталады. Қазақ халқының қазақ ғұрпында адам қайтыс болған күннен бастап, оның жылы өтіп, асы берілгенше жоқтау айтылады.
Қазаны естіген жанашыр туыстар ауылға ай, бауырым деп ат қойып шауа келіп, атынан жығыла түсіп, жақындары жоқтау айтып, қайғылы сарымен көріседі. Элегияға арнайы тоқталсақ, өлеңдік ұйқаспен жазылатын, айтылатын, өлімге, махаббатқа, соғысқа қарата автордың қайғылы түрде терең сезіммен еске алуын білдіретін лирикалық өлең жыр. Мұндай өлеңдерге жақын туыстарының, достарының өлушіге арнап қайғылы түрде айтатын жоқтаулары, елдік ұлттық трагедияны айтатын мұңлы өлеңдер, елім-ай, ағажай алтайдай әндері, адамның немесе адамзаттың басына келген пәле қазаларда айыптап айтатын қасірет өлеңдері де кіреді. Бұл өлең түрі ежелгі халықтардың бәрінде, дерлік ғұндарда, түрік халықтарында да, грек-римдіктерде, қытайларда да болған. Жоқтау өлеңдері қайғы мұңға толы болатыны өз алдына, онда және терең махаббат, ізгі сезім, философиялық толғаныс, жау мен жамандыққа деген кек, тіпті батырлық жігер де жатқан болады. Кейбір өлеңдер негізгі тақырыпқа орай сыншыл, ызалы, кекесінді, түйреп өткен, жамандықты масқара мазақ еткен мағынаға ие болуы да мүмкін. Кейде естірту, көңіл айту, қайғыны басуда осы жанрға кіреді. Мысалы, аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті. Ол адасып кеткен жоқ, әркім барар жерге кетті. Арғымақтың тұяғы тасты баса кетілер, сазды басса жетілер. Екі арыс аман болсын, жетпесті қума, келмеске жылама. Қазақта айтылуы: жаз күндері қаралы ауыл көшіп қонғанда, үй жығып жатқанда дауыс салып жоқтау айтылады. Таң сәріден тұрып, жүк артып болып, көш жолға шығар алдында да жоқтау айтылған. Мұның бәрі қайтыс болған адамның соңғы күндері өткен, соңғы рет жүріп тұрған жерін, қоныстанған жұртын қимай, сол атамекенімен қайтқан адамның арасындағы үзілген байланыстың қайғысын жария етуді білдіреді. Баратын жеріне жеткенше қаралы көш жоқтау айтуды жалғастырып, сол мұңды, зарлы қалыптармен келесі қонысқа жеткенше ешқайда бұрылмай жүре беретін. Жолда кездескен ауыл қаралы көштің қонақасын көтеріп алатын болған. Жоқтаудың тарихи үлгілері. Елдің сүйікті көсемі, батыры алып ер тоңға қайтыс болғаннан кейін бүкіл халық қайысып жоқтау айтқан. Сол жоқтау атадан балаға жетіп, 11 ғасырда Махмұд Қашқари жазған түркі сөздерінің жинағы деп аталатын кітапқа енген. Бұл жоқтау алып ер тоңға туралы жырдың соңғы тарауы болса керек. Осы жырдағы жоқтау салды қазақтың батырлық жырларында, ақын жыраулардың толғау өлеңдерінде өзіндік көркемдік жалғасын тапқан. Ер тоңға жырында ақын батырды жоқтай отырып, өмірдің барлық адамдар үшін өткінші екенін, ғұмырдың мәңгі еместігін, тәңір адамда ажалмен сынайтынын, тағдыр оғы тисе, тау шыңдары да быт-шыт болатынын зор күйініш сезіммен жеткізеді. Алып ер тоңға қайтыс болғанда бүкіл ел қайғырғанын, ең қатыгез батырлардың өзі еңіреп жылағанын, адамдардың нұрлы жүздері сарғайып кеткенін. Мұнда тау қойнауы жыртылар, атса оны кезеп, атын болдыртты, қайғы тойдыртты, жүз сарғайды, запыран жаққандай деген сияқты тұрақты сөз тіркестері жиі ұшырайды. Сондай-ақ жырда алып ер тоңға қайтыс болғанда қайғы халықты жүдетіп, тоздырып жібергендігі айтылады. Алыстан келген бектердің аты жүдеп, өздерінің жүзі қайғыдан сарғайып кеткендігі зор шеберлікпен жеткізіледі. Ақын өмірде ешкім тағдыр оғынан қашып құтылмайды деген ой пікірді ортаға салады. Жоқтау айтылып жатқан кезде айтушылардың барлығы жылап көл-көсір көз жастарын төгу шарт емес. Тек өлген азаматтың жұбайы ерекше сарынмен, терең сезіммен айтқан кезде азаматқа арналған қайғылы сөздер мен ащы өкінішті көтере алмай талып қалатын әйелдер, қыздар болады. Осы бір ауыр көрініс тыңдаушыларына қатты әсер етеді. Әркімді ел үшін, өз халқы үшін қызмет етуге баулитын үлкен тәрбиелік мәні бар құбылыс болған. Жоқтау өлеңдерінің көнелік сипаты жайлы сөз еткенде ең алдымен тасқа басылған алғашқы үлгілер көне түркі жазба ескерткіштеріне айрықша тоқталған жөн.
Бұл жазулар жалпы түркі тектес халықтардың мол мұрасы, бастау бұлағы екені мәлім. Мәселен, күлтеген жазуларында форма жағынан да, мазмұн жағынан да қазақтың жоқтау жырлары мен үндес тұстары кездесіп отырады. Мысалы, інім күлтегін қаза болды, өзім қайғырдым. Көрер көзім көрместей, білгір ақылым білместей болды. Өзім қайғырдым. Тағдырды тәңірі жасар, адам баласы бәрі өлгелі туған. Қайғырғаным сонша, көзге ыстық жас келер, көңілге ауыр шер келер, тағы да ойландым, қатты қайғырдым. Бүгінде бізге жеткен өте көркем, бояуы қою, суреттері ашық жоқтау түрлерінің тағы бірі Әбілқайыр ханның сүйікті қазысы әділ төреліктер үшін Ақжол атанған Дайырқожа деген би екен. Осы Дайырқожа мен ханның сүйікті бір адамы Қара Қыпшақ Қобыланды батыр қас болыпты. Бір күні оңашада ол Дайырқожаны өлтіреді. Баласының өлімін көрген әкесі Қодан Тайшын ұлының сүйегін айналып жүріп жылағанда айтқан жыры: Қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным. 80 асып таянғанда 90-ға, тұра алмастай үзілді ме жолының. Адасқанын жолға салдық бұл ноғайлы ұлының. Аққан бұлақ, жанған шырақ жалғыз күнде құрыдың, Қара Қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным. Сондай-ақ жоқтау қаралы хабарды кеш алған сыйлы адамдар келгенде де айтылады. Жоқтаудың созылыңқырап айтылатын, ғасырлар бойы қалыптасқан әр түрлі сарыны бар. Жамбылдың Алғадайындағы, Кенен Әзірбаевтың Базар назарындағы әуен ырғақтар ежелгі халық жоқтауының үлгісімен жазылған. Жоқтау жырының тілі мейлінше бай болып келеді. Онда ақылға дихан кемеңгер, мұхит дария суындай ақылы терең мол еді. Жапырағы алтын шынарым, тағы басқа шешендік өрнектер көп қолданылады. Өмірде бәрі де бола береді. Мысалы, құда түсіп, қалыңдық атастырылып, қалың мал төленіп, екі жақ келісімге келеді. Сөйтіп бұл жағдай жұртқа белгілі болады. Екі ортада құдалық рәсімдер, барыс келіс басталады. Күйеу жігіт ұрын барған кездерде болады. Осындай жағдайлардан кейін тағдырдың жазуымен күйеу жігіт қайтыс болса, әдет заңы бойынша оны оң жақтағы өз үйінде отырған қыз қалыңдықта жоқтайды. Бұл қазақ дәстүрінде белгіленген, оны ақтай жоқтау деп атайды. Бұл үшін қалыңдықты ешкім кінәлай алмайды. Ұлттық көне заң бойынша әлгі қалыңдық өзі атастырылған жігіттің ағасына немесе інісіне қосылады. Шашын жаю бұл басына түскен қайғының аса ауыр екенін білдіреді. Әйелдердің жақын туысы, я болмаса өмірлік жолдасы қайтыс болғанда болатын жағдай. Әйел адамдар қайғысын дауыстап, жоқтау айтып, жылап білдірген. Мұны естіген ауыл ақсақалдары ақылын айтып тоқтау салған. Сол себепті де қазақтар қыздарына жақсылық әкелмейтін ырым деп шашын жайып жүруге тыйым салған. Кісі өлген үйді бір сөзбен қаралы үй деп те айтады. Өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен әкеп қаратыпты. Сүйіндік жас кісі өлсе туы қызыл болатынын, кәрі кісі өлсе ақ болатынын айтып келді де, өжейдің орта жасты кісінің туы бір жағы ақ, бір жағы қызыл болу керек дегенді айтқан Мұхтар Әуезов. Елін қара жамылып жесір қалды, балаларын жетімдейді. Қара тігілген үйді көргендер ол үйге соғып дұға жасап өтеді. Мұнда үй кісі күтуге де дайын отырады. Жыл бойы жоқтау айтылады. Бұл халықтық рәсім марқұм болған кісінің жылы өтіп асы берілгенге дейін жалғасады. Жыл толған соң тұл аудару, қаралы теңді бұзу, қара жығу сияқты дет ғұрыптар жасалады. Қайтыс болған кісінің құдасы, нағашылы, жиені, жақын жуығы, жекжат, жұрағаты, сыйластары, ауылдастары оның отбасын үйіне арнайы шақырып дім береді. Көңіл білдіріп қол ұшын созады. Бата жасап көңіл айтушылар келетін болса, олармен бірге болып, қаралы үйдің шаруасына араласып көмек көрсетеді. Көрісу дәстүр. Ет жақын, туыс туғандары, ата-аналары, басқа да сыйлас іліктері қайтыс болған адамдарға артта қалған жақын жуықтар мен ағайындары келіп марқұмның жақсы істері мен арманын айтып жылайды. Көрісу деген осы. Олар мұндайда мені апа деп кім айтар, көз қырын салатын еді, келіп сәлем беретін еді деген сияқты арман сөздерін айтады. Көрісуші адамдар үй сыртынан жылап келеді. Мұны дауыс дейді. Алыс жақыннан жаназаға не көңіл айтуға келген топтың әйелдер қауымы қосылып сөз қоспай бір зарлы әуенмен келеді. Мұны қара дауыс дейді.
Мұндай дауыс жоқтау кезінде дей қолданылады. Еліміздің оңтүстік жағында еркектерде дауыс алып кіреді, ал орталық жақтарда әйелдер ғана дауыс қылып келеді. Жаназа мәлім адамның өмірден өтуіне байланысты басқалардың қайғы қасіретін білдіруіне қатысты жасалатын мәдени қарекеттер кешені болып, әсіресе жақсы көретін адамын жоғалтуымен байланысты туатын қайғы қасіреттерге қатысты келеді. Жаназа алуан түрлі шаралардан тұратын күрделі кешенді ғұрып болып, түрлі мәдениеттерде түрлі сипаттар мен ерекшеліктерге ие. Жаназа жергілікті басшы, елбасы, діни қайраткер немесе отбасы мүшесі сияқты маңызды тұлғаның қайтыс болуына қатысты болып, бірнеше күннен бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Әдетте ол жекелік, отбасылық, немесе өңірлік, немесе мемлекеттік аза тұту болуы мүмкін. Қазақтың жаназа шығару дәстүрі. Қазақ мәдениетіндегі жаназа дәстүрінде көшпелі өркениеттің ерекшеліктері айқын білінеді. Әсіресе ежелгі тәңіршілдікке қатысты жоралғылар көп кездеседі, олардың терең мәдени мағынасы бар. Дегенмен қазақтардың ислам дініне кіре бастауы қазақ жаназасына өз әсерін тигізген. Әдетте жаназаға төмендегідей жоралғылар жатуы мүмкін. Бой жасаған кезде атқарылатын бақұлдасу, арыздасу, қоштасу, ата-аналардың өсиет қалдыруы, жерлеу, тау, қайтыс болған адамнан жоқтау шығару, ас беру, марқұмды ардақтау, оның адамгершілік қасиеттерін еске түсіру, қаралы үйдің қайғысына ортақ болу және өлім шыққан үйдің сол жағына найза шаншып қаралы ту, тігу арқылы аза тұтуға себепкер болған марқұмның қанша жаста екендігінен белгі береді. Жас жігіт болса туға байланған орамалдың түсі қызыл, орта жастағы адам болса қара, қарт болса ақ түсті болып келеді. Ежелден келе жатқан салт бойынша қайғыға душар болған үйдің қайғысына ортақ болып, жақындарына жұбату айтады. Етене жақындары, әйелдер жоқтау айтып көрсетеді. Қайғыға ортастасып, қайырлы болсын айтуға келгендерді бет көріп, жақсы сөз айтуға келгендер деп атап, оларды жылаумен қарсы алады. Келгендер жылай көрісіп, еркектер жағы, ой, бауырымдап дауыс шығарады. Марқұмның әйел туысқандары, әйелі, қызы, келіні, жеңгесі, қарындасы, апалары және басқа да етене жақын ағайындары айтып көрсетеді. Осы ретте айта кететін жайт, марқұмның әйелі әшекей заттарды тақпауға тиісті. Кейбір деректер бойынша дәл осындай рәсімді марқұмның апасы, жеңгесі, қарындасы сияқты жақын әйел туысқандары да ұстанған. Марқұмды жерлеген соң айтылатын жоқтау кейде Құран сүрелерінен дұға жасалғанша ұзаққа созылады. Егер қайтыс болған адам 20-25 терде немесе одан да жас болса, оған да жылына дейін жоқтау айтылған. Марқұм орта жастағы адам болса, туған туыс, достары қатты қайғырып, ер азаматтары ой бауырымдап, ал әйелдері беттерін тырнап жылаған. Егер бетін тырнамаса, әйел қайғырмады деп сөгіске ұшырайтын болған. Сондықтан әйелі бетін тырнап, яғни бетіне дақ түсіріп, қатты аза тұтып отырғандығын білдіретін болған. Қазақстанның барлық аймақтарында күйеуі қайтыс болған әйелдер басына ақ салады. Қаза болған адамды өз үйінің арулау рәсімдерін өткізуге арнайы тігілген киіз үйге орналастыруды оқ жаққа салу деп атады. Ондай үйдің түрілген туырлығы қайғыны білдіреді. Ер адамдарға аза тұтуда ат тұлдау тұл жасау ғұрпы атқарылады және ол жыл уағына дейін жалғасады. Марқұмның тұтынған ат әбзелдері, киім кешегі, қару-жарақ мен баған ілулі тұрақ. Көшкен кезде тұл атты ерттеп, тұлдың сұлбасын ерге қондырып, азалы әйелдер жетектеп жүреді. Қаза болған адам орта жаста болса, онда оның әйелі қара жамылған кимешегінің жағын ашады. Бұрынғы кезде қазақтарда жаназаның маңызды тұсы қаза болған адамға бұл дайындалған. Қоштасу рәсімінің бірқатары марқұмның мініп жүрген атына қара жауып, құйрығын кесіп, тұлдап, сойылғанға дейін құр жібереді. Қайтыс болған адамның артынан аза тұту үрдісі бір жылға созылып, ас берілуімен бірге аяқталады. Астан кейін ол үйде, ауылда сеп бұзылып, қаралы ту түсіріліп, азалы күй тоқтатылады. Жесір қалған әйел тек ерінің асын берген соң ғана қайта тұрмысқа шығуға ерікті, жай қатардағы адам шыққан үйде қаралы ту тігіп, аза тұту үрдісі болмаған сияқты. Әшекейлік бұйымдарын жесір әйел тұрмысқа қайта шыққанда ғана таққан. Жерлеу рәсімі қайтыс болған адамды жер қойнына беруге арналған ережелер жиынтығы.
Қазақ халқының қаза болған адамды жерлеу турасында ғасырлар бойы қалыптасып, тұрмыста бекем орын алған қағида ережелері шариат заңдарымен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі жерлеу рәсімінде ұлттық дәстүр ерекшеліктері сақталғанымен, негізінен шариат заңдылықтары басшылыққа алынады. Жерлеу рәсімдерін жасауға мүмкіндік болмайтын түрлі апат жағдайларынан, соғыс, жаппай ауру, эпидемия, өліктің жекелеген түрлерінен, өлі немесе тірі туған нәресте, тағы басқа, және өзге дінді қабылдаған жағдайлардан басқа кезеңдерде жерлеу рәсімі қазақ халқында бірыңғай, жалпыға бірдей орындалады. Шариат бойынша жан тәсілім еткелі жатқан адамның аяғы құбылаға қаратып жатқызылады да, калималар дауыстап оқылып, шамасы келсе, оның өзіне қайталатылады. Калималардан соң Ясин сүресі кеудеден жан шыққанша оқылады. Осы қағида ережелер сақталғанда ғана өлген адамның иманы үйірілген саналады. Адам жан тәсілім еткен соң аяқтарын созып, иегін таңады, көзі мен аузы, беті жабылуы тиіс. Өлікті сумен, су жоқ кезде құммен жуады. Мәйіт жерлеу алдында 3 рет тазаланып жуылып, маңдайы, иығы, алақаны, қол-аяқтары майланып, иіс-су себіліп, басы құбылаға қарата жатқызылады. Содан соң мәйітті кебіндеп, беті киіз не кілеммен жабылған соң, қазаға жиналған мұсылмандар жаназа намазын оқиды. Мәйітті жуудың, кебіндеудің және жаназа оқудың өз шарттары мен ережелері бар. Мәйітті алып жүргенде ең кемі 4 адам көтеру сүннет. Шариат бойынша өлікті уақыт оздырмай жер қойнына беру қажет. Қабірдің басы батысқа қарата қазылады. Оланы тіктеп 5 не 2-4 бұрышты етіп тереңдей қазады. Мұны сыртқы үй дейді. Құбылаға қарағанда сол жағынан ішкі үй, лақат, ақым қазылады. Лақаттың тереңдігі, ішіне жатқан адам кең жататын, отырғанда басы тірелмейтіндей болғаны жақсы. Қабірдің мұнан өзге түрлері де кездеседі, оның ішінде ақымдап, жармалап қазу лақаттап қазумен ұқсас. Тек сағаналап қазуда көр бөлме сияқты етіп қазылады да, қабырғалары берік ағашпен өріледі. Оның қай-қайсында болса да, мәйітті оң жамбасымен, басын құбылаға беріп, бетін құбылаға аздап бұрып қояды. Өлік иістенген, дене мүшелері бөлшектенген жағдайда табытқа салып көміледі, басқа уақытта табытпен жерленбейді. Мәйітті қабірге түсірерде, сыртқы үйден лақатқа кіргізетін адам бас киімсіз болып, шыққанда өліктің аяқ жағынан шығуы тиіс. Лақатқа түсірген соң кебіннің басын, ортасын және аяқ жағын байлаған кебін орамалы шешіліп, сыртта тұрған адамдарға жіберіледі. Олар қабірдің жас топырағынан орамалға уыстап топырақ тастаған соң, өлгенге топырақ салу, оны қабір ішінде тұрған адамға қайта береді. Ол топырақты мәйіттің бас жағына төгеді. Мәйіттің бас жағы биіктеу болуы керек. Лақаттың аузын қам кірпіш, қамыс, тағы басқа нәрсемен жабады. Сыртқы үйін топырақпен толтырады. Қабірге белгі ретінде күмбез тұрғызу міндетті емес. Одан гөрі марқұмға бағыштап жиі Құран оқып тұрған жөн. Фәни өмірге келтіру де, кетіру де Алланың ісі, сондықтан кісі өлгенде қатты жылап сықтау, шаш жайып, бет жыртып, Алланың ісіне қарсылық еткендей болу дұрыстыққа жатпайды. Исламият бойынша ашуға сабыр қылғандарға 100 есе, қайғыға сабыр қылғандарға 300 есе, қазаға сабыр еткендерге есепсіз сауап жазылады. Дәуір айналдыру, дәуір жүргізу, ертеде қайтыс болған адамның жаназасы кезінде өлген адамның күнәсін жеңілдету, немесе күнәсінен арылту үшін жасалатын діни рәсім. Ел арасында бұл ғұрыпты дәуір жүргізу, мал-мүлік атау арқылы күнәсін екінші адамға аудару, дәуір көтеру, марқұмды күнәсінен арылту үшін Құран оқу, немесе Құран көтеру, дәуір ұстау, барлық күнәні молданың өз мойнына алуы, дәуір шақырту, күнәдан арылту үшін Құран оқыту, дәуіріне салу, марқұмның киімін таратуды, яғни ақыретіне салу дейді. Сқат әдетті ғұрып бойынша дәуір немесе пидия деп аталады. Ыбырай Алтынсаринның айтуынша, өлікті арулап жуып, жаназасын оқып көмгеннен кейін, оның киім-кешектері кедейлерге беріледі. Содан кейін молдаларға садақа үлестіріледі. Бұл садақа сқат деп аталады. Сқат қазақтардың түсінігі бойынша молдаларға шариғат заңы арқылы белгіленген төлеммен өлген адамның күнәсін сату деген сөз. Шариғат бойынша сқат өлген адамның тірі күнінде, балиғатқа жеткен кезінен бастап, күніне 5 рет оқылатын намаздың оқылмай қалған қазалар үшін және Рамазан айын оразасыз өткізген үшін Құдай жолы түрінде кедейлерге берілуі тиіс.
Шариғат бойынша өлген адамның тірі кезіндегі әрбір күніне 30 қадақ бидайдан, ал Рамазан айының әрбір күніне 35 қадақ бидайдан небәрі 365 күнге 277 пұт 20 қадақ бидай ысқат берілуі керек. Бұл бидай жергілікті баға бойынша ақшаға шағылады. Ақша малға аударылады, мал келіп молдаларға үлестіріледі. Ысқат беруге марқұмның артында қалған адамдардың мал мүлкі жетпейтін болса да, молдалар діни талапқа сай ысқат алуды. Бірақ шариғат бойынша өлген адамның күнәсін көтеру, яғни өлік басында көтердің бе? Көтердім деп уәде беру міндеті молдаларға жүктелмеген. Мұндай сөздерді молдаларға қазақтардың өздері айтқызады. Ыбырай Алтынсаринның баяндауынша, ысқат алудың келесі жолы былай орындалған: өліктің бір жағында басына таман оның баласы немесе туысқаны отырады, ал екінші жағында қолына Құран алып молда отырады. Сонан өлген адам балиғатқа жеткеннен бері күйлі адамның балаларын 13 жастан, кедейлердің балаларын 15 жастан бастап есептегенде неше жас жасаған болса, өлген адамның туысқаны молдаға Құранды өліксінен сонша рет беріп, әкемнің, ағамның, не сондай бір туысқанымның күнәсін қабыл етесің бе деп сұрақ қойып отырады. Молда Құранды ала беріп, қабыл еттім деп жауап қайырып отырады. Ибрагимов дәуір айналдыруды былай деп сипаттады: марқұмды зиратқа апарар алдында киіз үйден шығарып, молда оған барлығы бір дауыстан ол жақсы адам еді деп жауап береді. Бұл рәсім аяқталғаннан кейін марқұмның ең жақын туыстарының бірі марқұмның тұрмыс жағдайына қарай түйе, сүйікті атын немесе қандай да бір малды әкеліп, шылбырын өліктің үстіне тастап, жерлеуге шақырылған молдадан немесе қожадан марқұмның 12 жастан осы уақытқа дейін келген жасын атап, жасаған күнәларын өзіне ала ма деп сұрайды. Мұндай сұрақты ол 3 рет қайталайды. Молданың тарапынан жауап мақұлданады. Сонда туысқандары өлікке тасталған шылбырды алып, малды молдаға береді. Алтынсарин мен Ибрагимовтың жазбаларын салыстыра сараласақ, оңтүстік пен батыс қазақтары арасында дәуір айналдыру немесе дәуір жүргізудің аймақтық ерекшелігі болғанын, төңкеріске дейінгі ғылыми әдебиеттерді негізге алатын болсақ, дәуір айналдыру ислам дініне дейін пайда болған. Кейінгі кезеңде марқұмның күнәсін өтеу шариғатқа жатпайды деп ресми діни қауым тарапынан жауап болған. Сүйекке кіру деп қайтыс болған кісіні ақ жауып арулауды айтады. Бұған сүйекті жуудың жөнін білетін әруақтың өзі қатарлы адамдары кіреді. Сүйегіне кіретін адамдарды марқұмның өзі де айтып кетуі мүмкін. Бұған шариғат заңы бойынша әр рудан, атадан, ата ұлынан 5 немесе 7 кісі түседі. Олардың міндеті әруақты жуып, ақ сапарға тазалап дайындау. Бұдан кейін марқұм әйел адам болса 5 қабат, ал ер адам болса 3 қабат ақ матаға ақыретке оралады. Достар, қазақ халқының тағы да салт дәстүрлерін білгілеріңіз келсе, арнамызды қолдап, тіркеле отырыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сыйыт дәстүрі. Ежелгі дәстүрде қайтыс болған адамның тұтынған киімдерін оның сүйегін жууға кірген, яғни халық тілімен айтсақ өлікке түскен немесе басына, ортасына, аяғына түскен адамдарға марқұм емірет, бас тігуге бас киімін, ортасына түскенге шапанын, аяғына түскенге етігін шұлғауымен атап, таза, тұтынылмаған киімді үлестіретін салт болған. Бұған қосымша өзі қатарлас адамдарға басқадай ұсақ киім, көйлек және басқа кәде қоса ұсынады. Өлік әйел адам болса әйел киімін, еркек болса ер адам киімін үлестіреді, және бұл айтылғандар шартты түрде орындалатын ереже қатарында. Егер киімі берілмей үй іші қараулық жасаса, аруақ жалаңаш жүреді деген ұғым бар. Аманат қою, дәстүрлі елікті жөнелту салтында орындалған мәйітті уақытша жерлеу жосыны. Көшпелі, жартылай көшпелі дәстүрге орай, жауынгершілік кезінде соғыста шейіт болғандарды уақыт тығыздығынан жерлеуге мұрша болмаған жағдайда, және өзінің туған жерінен шалғайда қайтыс болған атақты адамдарды аманат ретінде уақытша жерлеу салты болды. Сондай-ақ күн райының қолайсыздығынан қарлы бұрқасын, қар басу, тоң ерімеген, аязды
боранды кездерде, қыстағы намалдарда ажат. Олай істеу үшін марқұмды аманат, аманат, аманат деп 3 рет айтып жерлеп, кейіннен өз жеріне, ата-баба қорымына әкететін болған. Кейін туған жеріне, рулық зиратқа қайта жерленеді. Мұндай жағдай қазақ арасында бұрын жиі болып тұрған. Мысалы, Абайдың сүйікті ұлы Әбдірахман Алматы қаласындағы зиратқа аманат қойылып, артынан сүйегі еліне әкелінгені белгілі. Орталық Қазақстанда таралған аманат жерлеудің бір түрі сөрелеп жерлеу. Қайтыс болған адам туған туыстарымен бақылдасқан сәтте қойылатын жерін аманат етіп қалдырса, және қыс кезінде қайтыс болса көктемге дейін середе сақтайтын болған. Қыс кезінде Сарыарқа жерінде дүниеден озған төрелер мен билерді Түркістанға жеткізу қиын болғандықтан, оларды биік сөрелерде былғарыға орап сақтаған. Аманат жерлеуге ұқсас ғұрыптар қайыра жерлеу, сүйегін әкелу сияқты ғұрыптарда мәйітті жер қойнауына береді, ертеде орын алған, және мұндай жағдайда өліп жөнелтуге байланысты барлық жосын, жоралғылар бірінші жерлеу кезінде атқарылады да, екінші жерлеуде орындалмайды. Мұра адам қайтыс болған жағдайда оның мал-мүлкі, жиған тергені мұра есебінде өзінің балаларына қалуға тиіс, және ол балаларына тең бөліп беріледі. Бұған қиянат жүрмейді. Егер балалары әйелі болмаса, ол жақын жуықтарына немесе өле-өлгенше асырап, қол ұшын берген адамға қалады. Көп жағдайда қайтыс болған адам мұны көзі тірісінде өсиет айтып қалдырады. Өсиетті молдалар немесе соған қатысқан кісілер куәландырады. Мұраны бөлуде 7 жарғының да, қазіргі заңның да арнайы бабы бар. Топырақ салу. Қайтыс болған адамды жерлеу кезінде топырақ салу мән мағынасы зор ғұрып. Егер жақын адамдары қайтыс болғанда топырақ сала алмаса, ол үлкен арманда қалдым деп өкінетін болған. Дер кезінде келіп марқұмға топырақ салуы салушы адамның көңілінің жақындығын, әруаққа ризалығын, қоштасуының белгісі деп бағаланады. Үлкен кісілер бала шағаларынан, жақындарынан, туған жерімнен топырақ бұйырсын деп тілек тілеп отырады. Топырақ салушылар марқұмға топырағың торқа болсын дейді. Хадис кітаптарында мынадай риуаяттар кездеседі. Сахаба Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алланың елшісі жаназа намазын оқығаннан кейін қабірге келіп, қабірдің бас жағына 3 рет 3 уыс топырақ лақтырды делінген. Сондай-ақ сахаба Амир ибн Рабия риуаят еткен хадисте де пайғамбар Усман ибн Мазиунның жаназасын 4 тәкбір келтіріп оқыды. Қабірге келгенде қабірдің бас жағына тұрып 3 уыс топырақ лақтырды делінген. Осыған орай, кейбір кітаптарда мәйіт қабірге қойылысымен қабірді көмбей тұрып, жерлеуге келген әрбір мұсылманның қабірге 3 уыстан топырақ тастаулары сүннет деп есептеген немесе мұстахаб. Ендеше біздің елдегі жерлеу рәсімінде қалыптасқан топырақ салу әдеті де түптеп келгенде аталмыш хадистерден бастау алады деуге негіз бар. Бата оқыр қайтыс болған адамды жерлеген уақытты келе алмаған жақын жуықтар мен ілік жұрағаттардың, ауылдас, тамыр таныстардың артынан арнайы жұбатып келіп көңіл айтуы. Бата қылуы, өліктің артынан зұран, дұға оқу рәсімі. Бата оқушылар адамы қайтқан үй иелерімен құшақтаса көрісіп, әйелдер жоқтау айтысады. Бата оқырға келген ер адамдар кейде үндемей отырады. Жоқтау айтқан әйелдерді сырттан келгендер басу айтып жұбатқан соң, Құран бағышталып бата айтылады. Соңынан сәлем, жөн сұрау басталып, қазаға қайырлы болсын айтысып, қасына бармай, қашықта отырып, қайғыға ортақ екенін білдіреді. Алыста тұратын ағайын, дос-жаран, тамыр таныстар қаза туралы хабарды ести сала келуге тырысады. Келген адамдар жағдайларына және марқұммен жақындығына қарай 2-3-тен, кейде 7-ден 10-ға дейін жылқы немесе түйе жетектеп келеді. Жақындары сауын сиыр, байлайтын бие, сойыс малын айдай келіп, өліктің артына салмақ салмай, даяшылық қызметті өздері атқарады. Бұл ысқатпен жерлеуге кеткен малдың орны толсын деген ағайынның көмегі ретінде саналады. Бата оқырға келген топ сойыстың ұсақ малы мен ірі қара, дастарқан дәмі, ас су, саба қымыз тағы басқа көмекке деп ала келеді. Мұны иіс деп атайды. Бата оқып көңіл айтпаған адамды адамы қайтқан үй адамдары күтіп отырады.
Қазағы дәстүрде жақын жуығы қайтыс болған адамды кездейсоқ кездестіріп қалып көңіл айту ят саналады. Сондықтан арнайы барып көңіл айтуға тырысады. Қазіргі кезде көңіл айта келгендер марқұмның балаларына, әйеліне, жақындарына бата оқырға деп ақша береді. Шығыс Қазақстанның Қатонқарағай ауданында ауылдастарының ақша жинап табыс етуін береке деп атайды. Ал Атырауда бата оқырға келген адам қол алысып амандасады. Құран оқығанда ақша салмай, тек марқұмның жақындарының қолына ақша ұстатады. Атырау облысында Астраханда қайыр болсып айтып келгенде молда болмаса алдына ақ шүберек, ақ орамал қойылады. Соның үстіне немесе астыңғы шетіне ақша қыстырады, не үстіне қояды. Келген адам сәлем бере келіп отырады, реті болса үндемей келіп отырады. Құран оқылып бата айтылған соң сәлем, жөн сұрауды бастап, сонан соң қайтыс болған адамның жақындарына қайырлы болсын деп айтады. Марқұм болған ата бабаларының, туған туыстарының басына барып, дұға оқып, еске түсіру зор адамгершілік парыз. Әр адамның ертеме, кеш пе сол әруақтардың қатарына қосылатыны анық. Олай болса марқұмдарға құрметпен қарау адамгершіліктің белгісі. Сонымен бірге әр адам сапар үстінде келе жатқанда жол үстіндегі қорымдарға тоқтап дұға оқып, бет сипап өтуі шарт. Егер адам асығыс болса ат үстінде бір үзеңгісін босатып, машинада болса жүрісін баяулатып Құран оқуы керек. Бұл адамгершіліктің, тірі адамның әруақтарға құрметі. Қазақ даласында аты аңызға айналған әулиелер көп. Олардың қабірлері тұсынан дұға оқымай өтуге болмайды. Мысалы, Шалқардағы Есет батырдың бейітіне дұға оқымай өткен адамның жолы болмағаны талай рет дәлелденгені шындық. Пидия ол діни рәсім. Қайтыс болған адамның өтей алмай кеткен борышы, бере алмай қалған қарызы, немесе кінәсі болса, оны өтеуге берілетін төлем ақыны пидия деп атайды. Ислам шариғаты бойынша ол жоқ-жітік, жесір, кемтар немесе мүсәпір адамдарға беріледі. Тағы да ислам дінінде бұйырылған белгілі бір құлшылықтың орнына төлем жасауды да пидия дейді. Алла тағала парыз ораза санаулы әрі белгілі күндерде ғана өтеледі. Араларыңнан әлдекім ауырып қалып немесе сапарда жүріп, ораза ұстамаса, қаза болған күндерін басқа уақытта ұстасын. Ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер, яғни қарттар және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған әр күнге пидия ретінде бір жартының, бір күндік 2 мезгіл тамағын немесе соның құнын ақшалай беруі керек деді Бақара сүресі 184 аят. Туберкулез, қатерлі ісік, қант диабеті, асқазан жарасы, тыныс және жүрек демікпесі секілді сауығуына күдер үзген ауруға шалдыққан науқастар және жасы үлкен егде адамдар ауыз бекітуге шамасы келмесе, ораза ұстамайды. Оның орнына пидия береді. Пидия садағасы ол бір адамның күнделікті таңғы және кешкі тойып ішетін асы. Оның ең аз мөлшері биыл 1700 теңге деп белгіленді. Өйткені барлық облыстардан алған мәліметтер бойынша бір адамның ең төменгі бір мезгіл тойып ішетін ас суының орташа құны шамамен 850 теңгеге тура келді. Тұлдау. Қайтыс болған ер адамның мінген атының жал құйрығын кесіп жануар, ол дүниедегі иеңнің жолына құрбандыққа шалын деп бос жібереді. Ол ат мінілмейді, иесінің жылына сойылады. Мұндай жылқыны тулат дейді. Сол сияқты қайтыс болған адамның киімдерінің астарын сыртына қаратып біледі, ер тоқымын ешкім пайдаланбайды. Әйелі Сақина сырға салмайды, оны қаралы қатын дейді, басына орамалын бүркей жамылады. Мұндай жай қаралы деп аталғанымен қазақ қара жамылмайды. Қара жамылып деген сөз айтуда болғанмен істе жоқ. Әруақты еске алу. 3, 7, 40 және жылым беру. Ересек адамдар қайтыс болған соң 7-ші, 40-шы күні әруақ еске алынып аталып өтеді. Еліміздің кей жерлерінде 3-ші, 100-ші күндері де аталады. Арнаулы мал сойылып, алыс жақыннан ағайын, жақындары келіп дұға Құран оқиды. Бұрын келе алмағандар мал әкеліп бата қылады. Жоқтау айтылады, әруақтың жақсы істері, қасиеттері әңгіме болады. Кейінгі ұрпақтарына, жақындарына тілектестік білдіреді. Адам қайтыс болған соң 1 жыл толғанда оның жылы беріледі, дұға Құран оқылады. Бұл марқұмға көпшілік болып жасалатын соңғы құрмет.
Бұдан кейінгі еске алуды отбасы өздері жасай береді. Жылынан соң қаралы үй қалыпты жайға көшіп қызықты өмір тіршілігіне араласады. Мұндай рәсімдер сәбиге жасалмайды. Жасалған күнде де отбасы болып атап өтеді. Бұрын ауқатты адамдар пайғамбар жасына келген атақты әкелеріне жылы толғанда ас берген. Ол үлкен жиын той ретінде аталып өткен. Шет беру дәстүрі. Қазаққа ислам діні арқылы кірген мейрамның бірі шет беру. Ораза және құрбан айттары алдына мал сойылып аруақтарға бағышталатын дұға. Шет беретін үй бұған жақын, жуық, қарт адамдарды шақырады. Мұнда олар ата-аналарын, өздері білетін аруақтарды еске алады, олардың есімдері аталып, Құран оқып қол жаяды. Бұл дәстүр әлі де сақталып келеді. Жер ошақ майлау салты. Қайтыс болған белгілі адамдарға ас беру ежелгі дәстүр. Бұған күні бұрын үлкен дайындық, ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі, сауын айтылады. Ас болатын күннен 1-2 күн бұрын дайындық жайын тексеріп, қорытындылайтын мәжіліс болады. Бұл үлкен тойдың ақырғы қорытынды сәті. Бұған арнайы бір мал сойылып, ас алдындағы шағын бір той өткізіледі. Той өткізушілер бір ауызды болуға, ел намысын қорғауға шақырып, бәтуаласады. Жер ошақ майлау дегеніміз осы. Ас беру, өлім жітімде жасалатын кәденің соңғысы, еске алу рәсімі. Ас беруді жылым беру деп те атайды. Бұған арнайы сойылатын жылқыны марқұмның қырқында тұлдайды. Оған көбінесе марқұмның мінген аты белгіленеді. Мұны жетісінде де белгілей береді. Тұлдау сол аттың қара терін шығарып барып суыту. Жал құйрығын күзеу. Сонан соң жүген құрықтан азат етіп қоя беру. Қазақ асты бір жағынан той деп есептейді. Ат шаптырып бәйге береді. Аруақ риза болмай, тірі байымайды дейтін қазақ дүниеден өткен туысқанның рухын риза етуді міндет санайды. Астан кейін ол үйде немесе ауылда қаралы ту түсіріліп, азалы күй тоқтатылады. Жесір қалған әйел тек ерінің асын берген соң ғана қайта тұрмысқа шығуға ерікті. Ас беруге қайтыс болған адамның туыс, жекжат, дос-жарандары ат салысады. Осыған орай ас пен той ортақ деген қағида қалыптасқан. Көзі тірісінде елге атағы жайылған, соңында қалған ағайын туысы мол адамдардың асы ұлан асыр той дәрежесінде өткен. Ондай аста жүздеген ордалар, киіз үйлер тігіліп 300-ге бірдей сауын айтылған. Бұған әр елден есімі белгілі ақсақалдар, батырлар, ақындар, палуандар, әнші, жыршылар, көкпаршылар, мергендер арнайы шақырылып, жүйрік аттар келетін болған. 1860 ерден Сандыбайұлына берілгенде 500 үй тігілген, 160 жылқы, 200 қой сойылған. Ат жарыстың бас бәйгесі 100 жылқы болған. Осылай ерденге 3 рет ас берген. Үшеуіндегі шығын 1860 жылқы, 600 қой, 1000 саба қымыз болған. Мұның сыртында шақырылғандар әруаққа деп малын, сойысын, сабасын және әкеледі. Аста елдің бірлігі мен байлығы, мырзалығы, біліктілігі сынға түседі. Ас беру дәулетті адамдардың, ұйымшыл елдің ғана қолынан келген. Абылай ханның асы, Құнанбайдың әкесі Өскенбайдың асы, Арғын, Қарауыл, Ноғай Шауыпкел батырдың асы, Керей Сағынайдың асы, Дулат Сыпатай батырдың асы бүкіл елге мәлім болып аңызға айналған. Сағынайдың асына кеткен шығын атақты Тәж-Махал кесенесін салуға жұмсалған қаржымен бірдей болған. Ас беру дәстүрі үзілмей жалғасып келеді. Ас беру дәстүр қазақ қоғамының әлеуметтік саяси, рухани қатынастар жүйесіндегі атқаратын функционалды қызметі әр кезеңдердегі тарихи, этнографиялық, ғылыми көпшілік әдебиет пен көркем шығармаларда көбінесе отбасылық салт дәстүрлер мен діни ғұрыптық жоралар жосындарының ішінде ат үсті ғана қаралып, арнайы зерттеу тақырыбы ретінде қаралмағаны белгілі. Көпшілік еңбектерде белгілі бір астардың көлемі, асты өткізу тәртіптері, ондағы орындалатын әр түрлі салт дәстүрлік шаралар мен діни ғұрыптық жоралардың өткізілу ретін суреттеу сияқты астың сыртқы формасын бейнелейтін деректердің тіркелуі басым. Ал астың қоғамдық қатынастарды реттеушілік әлеуметтік саяси институционалдық рөлі жеке зерттеу тақырыбы ретінде әлі күнге дейін мүлде қаралмаған десе де боларлық.
Дәстүрлі қазақ қоғамының көп қырлы тіршілік қалыбының жоғары өркениеттілікке тән әлеуметтік саяси ұйымдасу санаты жоғары дәрежеде болып, үйлесімді өмір сүруінің бұлжымастығын қамтамасыз ететін экономикалық саяси, әлеуметтік және құқықтық қатынастар нормаларының жиынтығы болды. Өйткені салт дәстүр дегеніміз адам қажеттілігін өтейтін барлық материалдық, әлеуметтік және рухани құндылықтардың тоғысы. Оның ішінде әсіресе қай халықта болмасын өлген адамды соңғы сапарға шығарып салуға байланысты қалыптасқан салт дәстүрлері уақыт тезіне көне бермейтін, ғасырлар бойы өзгеріске ұшырай қоймайтын белгілі бір әлеуметтік қоғамдық көзқарастардың, идеялық нормалардың ең бір консервативті түрі болып табылады. Қазақ халқының да өлген адамға байланысты әдет-ғұрып, салт дәстүрлер тәртібі, белгілі бір табиғи экологиялық кеңістікті игеру жолында қалыптасқан қоғамдық әлеуметтік саяси жүйелердің жиынтығы ретінде этнография ғылымының ең өзекті мәселелерінің бірі десек артық емес. Оның ішінде әсіресе өлген адамды шығарып салуға байланысты ғұрыптық циклдың қорытынды нүктесін қоятын ас беру дәстүрінің маңызы зор. Бүгінгі күні тәуелсіз еліміздің өзіндік ұлттық мемлекеттік идеологиялық тұғырнамасын жасау, қалыптастыру мен дамытуда сан мың жылдар белесінен бүгінгі күнге дейін мазмұнын жоғалтпай жеткен ұлттың ұжымдық ұйытқысының негізі болған салт дәстүр, әдет-ғұрып заңдарының танымдық, тәрбиелік және құқықтық мәні бар белгілері негіз болуы шарт. Қазіргі уақыт пен ежелгі көшпелілердің арасының алшақтығына қарамастан, ас беру дәстүрі әлі де ел арасында өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бұл тек дәстүр жаңғырығы ғана емес, қазақ қоғамында ас беру дәстүрінің қоғамдық реттегіш қызметіне бүгінгі күні де сұраныстың жоғалмауының белгісі. Тақырыптың зерттелу деңгейі. Дәстүрлі қазақ қоғамының өмір сүру қалыбын ішінара жан-жақты сипаттауға ұмтылған салмақты зерттеу жұмыстары 18 ғасырдың екінші жартысында басталды. Бұл зерттеулердің қазақтың көшпелік дәстүрлі құрылымына берген бағасын дәл анықтау тарихнамалық еңбектердің басты мақсаты. Бұл салада Қазақстан ғалымдары тарапынан қол жеткен жетістік аз емес. Пұл аудару. Қайтыс болған адамның жылы өтіп асы берілген соң, оның жыл бойы қара жамылып қайғырған отбасы әдеттегі өмір тіршілігіне араласуға тиіс. Бұл пұл аудару салты арқылы жасалады. Қара жамылған соң марқұмның киімдері оңына қаратылады. Ер тұрманы ең жақын досына не болмаса мұраға беріледі. Әйелі, қыздары бір күйін алып, жақсы киімдерін киюге рұқсат етіледі. Пұл аудару салтына марқұмның ет жақындары, балалары, сыйлас, бастас адамдары қатысып дұға оқылады. Жасалады. Ақсақалдар үй ішіндегі адамдарға, әйеліне, балаларына ақыл айтып жақсы тілек білдіреді. Сол күннен бастап отбасы адамдары өлгеннің соңынан өлмек жоқ деп қызықты өмір тіршілігіне кірісіп кетеді. Қара жығу. Кісі қайтыс болған күні тігілген қараны жығу салты тағы бар. Ол жылы беріліп ас өткен соң жасалады. Яғни қара жалауды алып сындырады да отқа жағып жібереді. Бұдан кейін жақын жуықтары, әйелі, балалары, елдің ақсақалдары Құран оқып бата береді. Соңғы жоқтау айтылады. Пұл аударылады. Бұл қаралы жыл өтті, азалы күндер аяқталды деген сөз.